Дүние қайда алып барады адамды? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бір күні өзінен өзі отырып, Аллах, Аллах деді, сахабалар қасында отыр еді. Я Расулаллах, бізге ештеңе көрінбеді ғой. Неге сонша қатты айқайладыңыз? Аллах, Аллах деді. Қазір байлық дүние маған ашкери болып көрініп, мені алдағысы келді деді. Мен жоғал, Аллах бізден, Аллах жүр дедім. Бұрылып бара жатып, Аллахи я Мұхаммад саллаллаху алейхи вассалам, сіздің үмметіңізді осы дүниемен алдайын деп кетті деді. Соған алданып, тәкаппар болып, көтер алмай жүргендер бар ғой. Бірақ Мұқағалидай кеңестің дәуірінде болса да, қорықпастан мына 3 жұмақ өлеңмен білдіртіп кетті. Өскенді де көргенбіз, бөскенді де көргенбіз, өсіп болған соң өшкенді де көргенбіз. Болғанды да көргенбіз, толғанды да көргенбіз. Толып болған соң солғанды да көргенбіз. Асқанды да көргенбіз, тасқанды да көргенбіз. Асып, тасып болған соң сасқанды да көргенбіз деді ағайындар. Абу Жахил кім еді? Абу Жахил Мұхаммадтай заттың көкесі еді. Мұхаммадтай заттың әкесімен бір туған ағасы еді. Дүниесі бар адам еді. Бірақ қандай тәкаппар болды. Қандай тәкаппар болды. Құранға құлақ салмады. Мұхаммадтай заттың көрсетпеген қорлықты көрсетті. Бірақ оның хаққысына сүре түсті. Таббат яда аби лахаби ва таб. Астаузбилlah. Абу Лахабтың қолы құрысын. Құрыды да деді. Ма агна анху малуху ва ма касаб. Осы сүрені оқып көріңіздер. Оның әйелі құшақтап отындарын алып кіреді. Тозаққа деді, бірге деді. Мойындарына пальмадан оралған арқандарымен кіреді деді. Сол Абу Лахабтың өзін Пайғамбарымыз сойсым дүниеге келгеннен кейін кейбір сахабалардың Абу Лахаб турасын айтып бергені бар. Абу Лахаб біреудің жақынның түсіне кіреді. Сонда азапталынып жатырмын дейді. Мынау неткен азап? Қорлық көрдім мен қабірде, қабір азабын көрдім. Жылында бір-ақ рет маған тыныштық болады дейді. Жылында бір-ақ рет маған тыныштық болады. Мына 2 саусағымның ортасынан мұздай су шығып, соны сорып бір рахаттанам дейді. Ол қай күн деп еді? Менің немере ағайыным Мұхаммад дүниеге келгенде, мен қуаныштан, сүйіншіден бір күнді азат еттім, Суайба деген. Сол менің Мұхаммадтай бауырымның баласын емізіп еді. Сол күнгі осы үшін Алла маған рахматты берді деді. Сол күнге маған ағайындар, сондай адамға Алланың рахматы жауса, ал мешітке келіп білгенін оқып кеткен адамға Алланың қандай сыйы бар десеңіздерші. Алланың қандай сыйы бар десеңіздерші. Бірақ тәкаппарсыз оқу.